Достар, барлықтарыңызға сәлем. Қазір біз ақжалған күйін үйренуді жалғастырамыз. Бүгін бізде екінші сабақ. Ең алдымен сіздерге өткенде бірінші сабақта өткен бөлімін ойнап берейін. Бірінші бөлімді, сосын жалғастырып үйренетін боламыз. Енді екінші бөлімді бастайық. Біз өткендегі бөлімді былай аяқтадық деп аяқтадық. Енді келесі бізде тағы да былай түсеміз. Бір шекпен үстінегідегі 5-тен 8-ге деп бүйтіп лигамен, сосын міне тағы да бір. Одан кейін астында екінші тосақпен ортаңғы жетіні басамыз да астыңғы дені жоғары ойнаймыз. То есть былай одан кейін үстіңгі шекті ойнаймыз деп мына жақ басып қаламыз. Бірінші бөлімде ойнағандай. Одан кейін астында 5-ті басамыз да 2 төмен ойнаймыз. Төмен, үстіңгі шекті ойнаймыз да басып қаламыз 8-ді. Енді барлығын қосайық. Осыдан кейін біздер 7-ге барамыз бірінші саусақпен, 10-ға жасаймыз. Мынамен былай сақпат. Бүйтсек, немесе 4-пен, мен 4-пен істеймін. 7-ден 10-ға лига. Сосын астында 8-ді басамыз, жоғары ойнаймыз. Мынау сияқты. Тек мына жерде жасаймыз да, 7-ден 10-ға лига. Астында 8, үстін ойнаймыз да, 10-ды басып қаламыз бүйтіп. Ой. Тағы көрсейін. Одан кейін біз мұнда барамыз реге, 7-ші пернеге 2 рет төменлейміз. Сосын үстін ойнаймыз да, екінші саусақпен 8 басып қаламыз үстіндегі. Тағы басынан бастап енді. Бағалын қосайық. Бірінші былай. Сосын сосын барып мұнда түсеміз. 7-ден 10-ға лига. Астында 8. Үстін ойнаймыз да жауып қаламыз. Сосын 7-ні басамыз, 2 рет төмен. Үстін ойнаймыз, 10 жауып қаламыз. Одан кейін 5-ке көтерілеміз, 1-мен 2 рет төменлейміз. Жоқ, 2-мен барамыз, 1-мен емес, 2-мен барасыз да, 2 рет төмен. Үстін ойнаймыз, мынаны басып қаламыз. То есть 5-ті 2 үсті, астында 5-ті басып қаламыз, 7-ні басып қаламыз. Сосын үстінде 7-ті 3-ке шығып кетеміз, 2 рет төменге. 7-ні басып қаламыз. Қайтадан басынан бастап бүгінгі нені бастайық. Лига 5-тен 8-ге. Асты. Осылай болады. Одан кейін басындағы ойнаймыз былай. Сосын барып былай. Қайталаймыз. Деген сосын барып. Толықтай ойнаймыз. Енді бағаларын қосайық бүгінгі екінші ойын. Үштен 5-ке лига. То есть басында ойнадық қана. Егерде бұл түсінікті болса, келесі бөлігіне көшейік. Келесі бөлігінде біздер мынамен екінші саусақпен 9-ші пернеге барамыз. 9-ші пернеге барып, астын былай ойнаймыз. Төмен, жоғары, төмен ойнаймыз. Одан кейін үстін ойнаймыз да, бүйтіп үшінші саусақпен үстіндегі 10 жауып қаламыз.
Одан кейін 7-ге қоямыз бірінші созақта, сосын төмен істейміз, сосын бүйтіп іліп аламыз. Так, мынаны бастап. Сосын бар. Одан кейін қайтадан жауымыз да. Дейміз, получается, төмен іліп алдық, қайтадан жауымыз, жоғары ойнаймыз, үстін ойнаймыз, нені жауып қаламыз, оны жауып қаламыз. 4-пен әлі 3-ші созақтың болай береді. То есть қайтадан. Осылай 2 рет ойнаймыз. Так, тағы көрсен. 2 рет ойнаймын. Екінші. Одан кейін мынамен түсіп кетеміз 10-шы пернеге. Жаңағыдай дейміз де үстін ойнаймыз. Сосын 12-ні басып қаламыз. Лига. Қайтадан. Одан кейін осы 2-мен 9-ға шығып кетеміз. Дәл солай ойнаймыз. Үсті 10-ды басып қаламыз. Сосын 7-ге шығамыз. Дәл солай. Үстін ойнаймыз. 9-ды басып қаламыз. 5-ге шығамыз. Одан кейін дәл солай. Одан кейін мынамен 1-мен 3-ге барамыз да. Ойнаймыз дәл солай. Сосын үстін ойнаймыз. И 7-ні басып қаламыз үстіндегі. То есть балалығын басын бастап. Екінші. Одан кейін түсеміз 10-ға. И одан кейін басын ойнаймыз. Одан кейін мына жақта 3-тен 5-ге лига. Басындағы да, то есть. Одан кейін мынау. Сосын кейін мынау қайталады. Одан кейін мынау. Басы. Қайталады. Толық төлейміз. Енді балалығын басынан бастап қосайық бүгінгі реңгендерді. Одан кейін бүгінгі бөлімнен соңғы бөлігі қалады. Бұл бүгінгі өткен бөлімнің басындағысы қайталанады. Яғни мынау. Деп бүгінгі бөлімді аяқтаймыз. Енді барлығын қосып, басынан бастап бәрін бірге ойнайық. Басын ойнаймыз. Достар, осылайша бүгінгі ақжолын кейінен арналған екінші сабағымызды аяқтаймыз. Егер де сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Және де комментарийға келесі қандай күйді немесе шығарма әнді мен көргілерің келеді, соны да жазып кетіңіздер. Ол міндетті түрде каналға шығатын болады. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.